қорытындысымен жалпы өнім көлемі 16,9 миллиард теңгені құрап отыр. Аудан бюджетінің өзіндік кірістері жыл санап асып келді. 2024 жылғы қорытындысымен өзіндік кірістердің көлемі 5 миллиард 800 миллион теңгені құрап, жоспар 104,2%-ді құрады. 2025 жылғы кірістердің жоспарын 5 миллиард 900 миллион теңгеге жоспар межесі қойылды. Оны да келешекте орындаймыз деген ойдамын. Инвестиция саласына келетін болсақ, ауданымызға 2024 жылдың қорытындысымен негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі 48,2 миллиард теңгені құрап, жоспар 209,4%-ға орындалды. Ағымдағы жылы негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемін 41 миллиард теңгеге жеткізу жоспарланып отыр. Осы негізгі ол тартылған Абай ауылына байланысты 2024 жыл қорытындысы негізінде инвестиция тартылған Азиамет 5 ғимараттық кешендері жұмыстарын жалғастыруда. Өнеркәсіп саласына келетін болсақ, 2024 жылы өндірілген өнімнің көлемі 5,4 миллиард теңгені құрады. Нақты көлем индексі 103,1%-ды құрайды. Бұл көрсеткішті ағымдағы жылы 6,2 миллиард теңгеге жеткізу жоспарлануда. Бұл көрсеткіштер негізінен Ақтөбе ауылдық округінің аумағынан қыш зауыты, асфальт зауыты және темір бетон бұйымдарын өндіретін зауыт, гофрокартон зауыттары және жүзімдік ауылдық округінде аумағында минералдық сусындар зауытын іске қосу жоспарлануда. Ауданымыздың жеке кәсіпкерлер есебінен инвестиция тарту бағытында 2024 жылы 3,8 миллиард теңгенің 10 жоба іске асырылып, 235 адамда жаңа жұмыс орындары ашылды. Ағымдағы жылы жеке кәсіпкер есебінен инвестиция тарту бағытының жалпы құны 63,2 миллиард теңгенің құрайтын 5 жоба: Евразия экокультура жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Нұрболат өндірістік кооперативі медицина бойынша, жеке кәсіпкер Қонысбаевтың құрылысы жүргізіп жатқан қонақ үй, Жига Групп асфальт зауыты және Дүйсенбаев жеке кәсіпкердің құрылысы, мейрамхана құрылысын ағымдағы жылы бітіру жоспарлануда. Индустриялық аймаққа келетін болса, Келес ауданының индустриялық аймағында Ақтөбе ауылдық округінде 300 гектар жер бөлініп, инфрақұрылым жүйелері бойынша жұмыстар жүргізілуде. Біздің ЖКХ бөлімінде қазіргі кезде жобалық құжаттамаға нақты әзірлеу мемлекеттік сатып алудың ашық конкурсы жарияланды. Бұл учаскенің шегіне кіргізу, елді мекен шегіне кіргізу бойынша тиісті жұмыстар атқарылуда. Келес ауданының нысандарын аралау барысында берілген тапсырмаға сәйкес, Келес ауданы мен Сарыағаш аудандары шекарасында Абай индустриялық аймаққа 200 гектар жер учаскесі ұсынылды. Облыста аудан әкімдігі жағынан құрылған жер комиссиясында қарастырып, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлік бөліміне рәсімделді. Енді сонымен қатар Абай елді мекенінің өзіне Абай өндірістік паркін құру мақсатында Абай ауылынан 10 гектар жер учаскесі бөлініп, Түркістан әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына өткізу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Ауыл шаруашылық саласына келетін болсақ, 2024 жылы Келес ауданында 22,871 гектар жерге ауыл шаруашылық дақылдары егілді. Өнім көлемі 70,1 миллиард теңгені құрады. Нақты көлем индексі 104,7%-ды құрады. 2025 жылғы жоспар бұл меже 83,5 миллиард теңгеге жоспарланып отыр. Нақты көлем индексін 105%-ға жеткіземіз деген жоспарымыз бар. Су үнемдеу технологиясы бойынша 2024 жылы ауданымызда 1300 гектар алқапқа су үнемдеу технологиялары ендіріліп, жоспар 125% орындалды. 2025 жылға бізге 1139 гектар жерге осы су үнемдеу технологиясын енгізу тапсырмасы берілді.
қазіргі таңда 3 айдың ішінде 411 гектарға біз есеп бердік. Күні кеше ғана алдағы уақытта осы қыркүйек-қазан айына дейін жоспарды түгел орындау жоспарымызда бар. Ирригация саласына келетін болсақ, ирригация жүйелерін қалпына келтіру бойынша 2024 жылы 66 шақырым каналдар мен қашықтықтар толық механикалық тазалаудан өтті. 2025 жылғы жоспарды бұны 86-9 шақырымға ұлғайтып отырмыз. Өздеріңізге мәлім, біздің өзіміздің жеке мынау шынжыр табанды тракторды ауданның балансына алғанбыз. Биылғы жылы бұны тағы да бір трактор сатып алу жоспарымызда бар. Себебі тазалайтын атыздарымыз бізге оған өтініштер, сұраныстар көп түсуіне байланысты облысқа тағы сұраныс жіберіп отырмыз. Құрылыс саласына келетін болсақ, құрылыс саласында 2024 жылы ауданымызда 11,6 миллиард теңгенің құрап, құрылыс жұмыстары нақты көлем индексі 111,4%-ды құрады. 2025 жылы бұл көрсеткішті 12,4 миллиард теңгеге жеткізіп, нақты көлем индексін 106%-да жеткіземіз деген жоспарымыз бар. Енді жалпы есіне тұрғын үй мен жаңағы құрылыстарға салатын болса, 2024 жылы Ақтөбе ауылдық округіндегі Ынтымақ ауылында, Жаңадәуір ауылында, Бірдесу ауылдық округіндегі 28-ші гвардия бірлік ауылдық округіндегі бірлік елді мекені мен Ошақты ауылдық округіндегі Береке елді мекендерінде бір қабатты дәрігерлік амбулатория құрылыстары жүргізіліп, ел игілігіне пайдалануға берілді. Өздеріңізге мәлім, ауданның орталығы Абай елді мекенінде біздегі спорт кешенінің құрылысы аяқталуға жақын қалды. Алдағы осы маусым айының соңына дейін халық игілігіне тапсыруды жоспарлап отырмыз. 2023 жылы ардагерлердің сұранысы бойынша ауданымызға мұражай құрылысын жоспарлап, соны біздің бағдарламаға енгізген болатынбыз. Сол бағдарламамызды іске асыру 2025 жылдың осы сәуір айында қолға алынып, тиісті қаражаты бөлініп, қазіргі таңда іргетасын қалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Слайд табыстаңыздар. Оның қасында өздеріңіз білесіздер, осы біздің жаңа буынды дамыту орталығы оқушылар сарайында құрылысын бастап жібердік. Ол екі объектте келесі жылға өтпелі болады. Енді құрылыс саласынан ары айтатын болсақ, осы биылғы жылы Жүзімдік ауылдық округінің орталығында 149 орын мәдениет үйдің құрылысына қаражат бөліміне қол жеткіздік. Оның да құрылыс жұмыстары басталып кетті. Қазір іргетастары, бетонка жұмыстары, қоршау жұмыстары түгел аяқталды. Нысан 2026 жылға өтпелі. Ауыз сумен қамту бойынша аудан бойынша 83 елді мекеннің 64 елді мекенінде ауыз су жүйесімен қамтылған. Бұл ауыз су қамту деңгейі 88,4%-ды құрайды. Ішкі жүйе жүргізілмеген 19 елді мекеніміз бар. Олардың 14 елді мекенінде қазір құрылыс монтаждау жұмыстары ағымдағы жылы бастап кеттік. Бұлар слайдта көрсетілгендей Ақжол Қауыншыбының алдын басталған болса, оңтүстік Қани Мұратбаев, Қаратөбе, Қосөткел, Жуантөбе, осы Жаңадәуір елді мекені, Кеңдала елді мекені, Есік Қорған елді мекендері, Құйған, Қиязол, Көгерту және осы Ақсу елді мекендерін сумен қамтитын боламыз. Жыл соңына дейін біз тапсырма беріп жатырмыз. Ол жұмысты бітіру жөнінен ауыз сумен сонда бізде қамту деңгейін 90%-дан асыратын боламыз. Ағын су бойынша шаруалардың көктем егіс жерлеріне ағын суды кедергісіз жеткізу мақсатында Абай ауылының аумағынан ағып өтетін 10 шақырымға жуық аран шығарылды. Атыздары механикалық тазалаудан өтті. Енді табиғи газбен қамту мәселесіне келетін болсақ, 83 елді мекеннің 59 елді мекен табиғи газ
жүйесіне қосылған. Бұл қамту деңгейі 71,1%-ды құрайды. 24 елді мекеніміз қалып отыр, қамтылмаған. Оның ішіндегі 3 елді мекенге биылғы жылы қосу жоспарланған. Олар Ұшқын ауылдық округіндегі Достық Қорғас елді мекені, Қошқаралты ауылдық округіндегі Ұшқын елді мекені. 4 елді мекенде құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде. Бұдан бөлек 9 елді мекенде магистралды газ құбырын тарту жұмыстары жүргізілуде. Осы елді мекендердің ішкі жұмыстары бойынша жобалық сметалық құжаттамалар әзірленіп, сараптама қорытындысы алынуда. Олар Бірлік ауылдық округіндегі Жаңаташылық, Қосөткел, Ұшағаш, Ошақты ауылдық округіне қарасты Бақшсайын, Салық, Саттар, Қаратал, Атақоныс және Жиделі елді мекендері. Орталығымыз енді Абай ауылының тұрғындары табиғи газбен 100% деп айта алмаймын, бірақ 99% қамтылған. Бір жаңадан салынған объекттер кейінгі шетте қалғандар болатын болса, біздің өзіміз сәулет жоспарлау жұмыстарын дайындап, ары қарай жұмысты жалғастыруға, Абай елді мекенін 100% газбен қамтуға дайын екенімізді айтқым келеді. Сапалы электр қуатымен қамту мәселесі бойынша, аудан бойынша 83 елді мекеннің 68 елді мекен сапалы электр қуатымен қамтамасыз етілген. Бұл көрсеткіш 81,9%-ды құрап отыр. Халық санына шаққан кезде 83,3%-ды құрайды. 2024 жыл 3 елді мекенде құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілді. Олар Ақтөбе ауылдық округінің Жуантөбе елді мекенінде жаңадан берілетін жер учаскелеріне тартылған электр бағаналары, Бірлік ауылдық округіндегі Жаңаташылық және Біртілек ауылдық округіне қарасты Амангелді елді мекенінің Ардала көшесі. 6 елді мекенде қазіргі таңда құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде. Олар Ақтөбе ауылдық округінің Леспек Батыр, Көгерту, Бірлік ауылдық округіндегі Ағаш, Біртілек ауылдық округіндегі Оразата, Игілік елді мекендеріне жаңадан берілетін жер учаскелеріне және Көлтоған елді мекенінің ішкі көшелеріне жұмыстар жүргізілуде. Биылғы жылы Абай ауылының Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, Махатов, Қырғызалиев, Абай, Бірінші Өткел құрылыс көшелері Қыш-Сауыт мөлтек ауданында сапалы электр қуатымен қамту бойынша Қазстрой жауапкершілігі тарапынан құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Қазір аяқталуға жақын. Ағымдағы жылы түгелдей жұмыс аяқталып, халық игілігіне тапсырылатын болады. Жол, көлік инфрақұрылымына келетін болсақ, ауданымызда ауыл ел бесігі бағдарламасымен 2024 жылы 16 көшеге асфальттеу жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде жақсы және қанағаттандырарлық жағдайда көшелердің үлесі 61,2%-ға жетіп отыр. Ағымдағы жылы тағы да 21 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Сондай-ақ мынау өзіміздің жергілікті бюджеттен Абай ауылының орталық көшелеріне Жамбыл, Асан Қайғы, Қырғызалиев, Төле би, Жылқышев, Гүлзарына, Рысқұлов көшесінің батыс бөлігіне ағымдағы жөндеуден өткізу жоспарланып отыр. Биылғы жылы Абай ауылының Қырғызалиев көшесінің бойында орналасқан ардагерлер аллеясының қасына Барыс жауапкершілігі серіктестігі тарапынан парковка алаңшасы салынып пайдалануға берілді. Сондай-ақ Рысқұлов көшесі бойындағы 103-ші үйде, екіқабатты үйдің ауласында балалар ойын алаңшасы мен парковка алаңшасы салынды. Жұмыспен қамту мәселесіне келетін болсақ, 2024 жылғы аз қамтылған 926 отбасы немесе 5960 адамға 383 миллион теңгеге атаулы әлеуметтік көмек кепілдендірілген әлеуметтік пакет төленді. Ұлттық жобаның еңбек бағыты бойынша 2024 жылы жалпы 3029 адам жұмыспен қамту жоспарланып, жыл қорытындысымен 2867 адам жұмыспен қамтылды. Жұмыссыздық деңгейі ауданымыз бойынша 4,9%-ға жетіп отыр. Енді ол
көрсөткүчтү 25-жылы 4,8%-га дейин төмөндөтүү жоспарланган. Білім саласына келетін болсақ, Келес ауданы бойынша 63 мемлекеттік мектеп, 5 жекеменшік мектебіміз бар, және мектепке дейінгі 97 балабақшалар және мектепке дейінгі ұйымдарымыз бар. Мемлекет басшысының арнайы тапсырмасымен жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында Келес ауданында 3 мектептің құрылысы жүргізіліп, аяқталудан, олардың толық аяқталғаны бізде Ғани-Мұратбаев елді мекеніндегі 600 орындық мектептің құрылысы, Біртілек елді мекеніндегі 300 орындық мектептің құрылысы, ал орталықтағы Абай ауылындағы 600 орындық мектептің құрылысын алдағы тамыз айында ел игілігіне тапсыру жоспарланып отыр. Спорт саласына келетін болсақ, спорт саласы бойынша 2024 жылы республикалық және халықаралық жарыстарға қатысқан Келес ауданының спортшылары Түркістан облысының чемпионатында 322 медальға иеленді, республикалық турнирлерде 14 медаль, облыстық турнирден 88 медаль, халықаралық турнирден 131 медальді және республикалық Қазақстан Республикасының 6 медаль кубогын бізге алып келіп, бәрімізді қуантып отыр. Спорт саласында ары қарай қарқынды дамитын болады. Ауыл ел бағдарламасы аясында осы біздің спорт кешеніміз, жаңа айтып өттім ғой, осы маусым айында тапсырысқа беріледі, халыққа тапсырамыз, соны жоспарлап отырмыз. Енді мынау Астана күніне орай ашылуды жоспарлап отырмыз. Оны да өздеріңіз жақында куәсі боласыздар. Мәдениет саласында ауданымызда 8 мәдениет үйі мен 11 клуб жұмыс жасайды. 2024 жылы Ошақты ауылдық округіндегі 75 орындық мәдениет үйінің құрылыс жұмыстары басталып, халық игілігіне тапсырылды. Екінші слайдтан көріп отырғандарыңыз мұражайдың құрылысы, оны жоғарыда айтып өттім, түгел басталды. Енді ауданымызда қазір мәдениет үйлері жоқ ауылдық округтер бізде Ұшқын, Алпамыс Батыр және Біртілек ауылдық округтың орталықтарында орналасқан елді мекендегі мәдениет үйлерінің құрылысы, оған сәулет құрылыс жоспарлау тапсырмалар болмыз, бізде құжаттардың бәрі толығымен дайындалған. Қаражат алу бойынша, республиканың алдыру бойынша қазір нақты жұмыстар атқарылғанбыз. Таза Қазақстан акциясы бойынша, құрметті жерлестер, мемлекет басшысының бастамасымен жүзеге асырылып жатқан Таза Қазақстан акциясы аясында 50 мыңнан астам түрлі көшеттер отырғызылған болса, соның ағымдағы жылдарда 20 мыңға жуық көшет егу жоспарлануда. Бүгінгі таңда көктемгі егу бойынша 25 мың дана көшеттер отырғызылды. Күзде бұл жұмыстар өзінің жалғасын табатын болады. Жарықтандыру жұмыстарын осы жылы қолға алып, аудан орталығы Абай ауылының сәулет көрінісін арттыру бойынша да жұмысты жалғастырып келеміз. Мынау слайдта көрген объектілерді өздеріңізде танысып көріп, түнде де күндізде көріп жатқан жағдайымыз бар. Негізгі құрметті аудан тұрғындары, өздеріңіз куә болғандарына қысқаша баяндамаға айтып өттім. Аудан бойынша, барлық сала бойынша біздің ауданның көрсеткіштері жылдан жылға артып келе жатыр. Енді ауданымыздың көркейту, өркендету бойынша, инвестиция тарту бойынша, жаңа жұмыстар ашу бойынша жұмыстарды ары қарай қарқынды түрде жұмыс жалғасын табатын болады. Енді рұқсат болса, сол баяндаманы аяқтады. Сұрақ жауап форматына көшсек. Саламатсыз. Сіз жаңа айттыңыз, тұрар балалар алаңы салынды. Және бірдеңе айттыңыз, естімей қалдым екіншісі. Балалар алаңшасының спорт алаңшасы дедім, кішігірім. Сол бәрі спорт алаңшасы салынды. Спорт алаңшасы салынды. 103 үйдің алдына Сол 103 мыңнан дампом. Дампом болсаң, соның алдынан былтырғы салып бітірдік қой 24 жылда.
мен барып ішін аралап қарап көріп отырмын. Белгтегі ғой, иә, Иә, белгтегі. Иә, сол жақсы. үйлердің бәрі. Мен ойлаймын, ана жолды істеді ма деп. Жолды істеу жұмыстарын ардайда жалғастыратын боламыз негізі. Бәрін аралап қарап. Рахмет. Бойынша ауыл деймін. Айтайын деген мына цех салдавасыздар, бизнес ашывасыздар, неге қолдамайсыздар? Неге қолдамайсыздар деймін. Қайсын? Сен мысалы мына қазір оңтүстік бөлікте мешіт салып жатыр. Біреуіңіз бар хабар алдыңыздар ма сол мешіттен? Мешіт Иә. деген мәселені айтып жатсыз ғой. Енді мәселе болғанда сіз ауыл билетін мәселе қолыңызда. Сіз қайсы ауылдың? Ауыл оңтүстік бөлік. Бір-біріңіздің бар хабар алдыңыздар. Жанында мұра мектеп салынды, мұра мектеп. Былтыр ноябрьда біреу келдіңіздер ғой, бір депутат бір әкім келді. Қанша күтіп отыр сөйтіп. Хотя ол мектеп, любой мектеп артта қалды. Сіз жиесіз бе мектеп? Мен сол жерде тұрамын. Жоқ, сіз мектеп дейсіз бе? Мектеп дейсіз бар ма осы? Мен айтпайын. Сізге мектеп? Мен айтпайын оларға мүмкін болса. Мектептің ішін көрсеңіз, условияның бәрі жасалған. Теплый пол, компьютер, электронный нелер, доскалар. Енді соған 5 орынды мектеп, 100-200 емес. Жер соған барса болмайды көруге. Барып көрген қон бар. Көрген емес, лезет алмайды ешқашаннан бері. Намазға отырса қалдан төлеп алмайды бір ақшасын. Міне енді керек десеңіз. Соны сен аламайтын бір қашаннан бері. 5 жеке меншік мектептерді салынған жерде қазір байқап жолдыңыз ба? Мен айтайын қолдамайсыз неге министр? Или сіз сөйлеңіз, мен сөйлейді. Болған болсаңыз отырыңыз. Тағы сұрағым бар еді. Айтыңыз. Міне біз келесі ауылдан ең байлығы ауыз су білесіз. Кейінізге шу жатыр. Неужели осы суды мәселе шешіп бере алмайсыз осы қашаннан бері? Водовозбен тасыватырмын, ауыл әкімшілік 4 водовоз берген. Үймен жүріп водовозбен тасып жүрміз қазір. Неужели осы мәселе шешіп бере алмайсыз? 3 жылдан бері. Жоқ. Үшінші сұрағыңыз су мәселесі. Тағы да болмаса Ол сұрағым жоқ. Олмақ, енді жауап берейін. Бірінші мәселеміз мешітінде жалпы халықты біздің өзіміздің діни наным бойынша орталық рухани орталығымыз. Абай ауылында мешіттің құрылысы жеткілікті. Біз ана қазір орталық мешітіміз бар, үлкен мешітіміз бар, Ишанбаба мешіті бар, одан басқа ана Ешенбұл мешіті бар, одан кейін Аққорған жақтағы мешітіміз бар. И сіздер енді өздеріңіз халықтың өзі жиналып, облысының қасында салып жатқан мешіт соны барып, енді оны көрмейсіз, барып қабарамайсыз деген сияқты мәселені жаңағыдай өзіңіз айтып жатырсыз ғой. Түсінікті, реніш болды. Оны бір адам салып жатқан жоқ қой. Ел болып салып жатқан жағдай бар, жеке адамдық емес оның барлығы да. Мен сөйлеп болайын, айтасыз, жарайды ма? Сондықтан оның құрылысы жөнінде осында қатысып жатқан азаматтар да осы елдің тұрғындарымен жеке-жеке хабарласып сөйлесіп отырған жағдайымыз бар. Біріншіден, екіншіден ол ертең біздің әдемі мынау архитектуралық көркем болып түсуіне де біз де қуанып жатырмыз. Оған ешқандай кедергі де жасап жатқан жоқпыз. Жұмыстарына ары қарай мемлекет тарапынан бөліп беретіндерді қаражат бөліп беретін ешқандай жолымыз да жоқ. Мешітті құрылысын жүргізуге мемлекет оған арнайы қаражат бөліп, болмаса қолдау жасауы мемлекет тарапынан ол қарастырылмаған. Сондықтан біз енді өзіміз адами тұрғыдан оның барлығында барып, хабар алып, қасындағысын көріп, енді сізді іздеген жоқпыз. Әрине, бұл жерде сіз болдыңыз ба, болмаса мешіт нақты салып жатқан азаматтарды іздеп, не істеп жатыр деп шақырған жоқпыз. Сыртынан хабар алып отырғанымыз бар. Бірінші. Екінші, мұрагер мектебі дедіңіз. Мұрагер мектебі былтырғы жылы күз айында бітті. Құрылыс бітіп жатқан кезде оған бітпей жатып та бардық. Бітіріп жатқан кезінде де барып ішін аралап түгел көрдік. Біз енді облыс әкімінің орынбасарларын алып барып көрсеттік. Облыстың әкіміне ашылуына шақырып алып баратын болған кезде енді жұмыстың графикі тығыз болғанына байланысты, уақыттың жетпеуіне байланысты ол графиктен түсіп қалды, өкінішке орай. Оны да қаламыз бар. Ал мен осы аудан әкімі ретінде ол мектептің өзінен хабар алып, облыс әкімінде осында жеке қабылдауға ие сайттан қаржыландыру мәселесі бойынша күн тәртібіне енгізіп, осында хабарлама берген жағдайымыздар бар. Ол мектепте қанша бала оқып жатқан, қазір мен сізге нақты айта алмаймын, бірақ 500 орындық емес, 300 орындық мектеп. Ішінде мына математика мен информатика, жаңа ағылшын тілі тереңдетіліп оқытылатын мектеп болғандықтан біз мақтанышымыз екенін айтып жүрміз. Ол мұрагер мектебі бар, бізде толағай мектебі
жекеменшік жаңадан салынған мектептер жүзімдіктегіде осы не енді үшінші мәселеміз ауыз су дедіңіз. Ауыз су мәселесі бізде өте күрделі мәселе. Ол бойынша негізгі жұмыстардың бәрі атқарылып жатыр. Сіз егер мүлдем атқарылмай жатыр десеңіз, онда білмеймін, жеке өздеріңіздің ойларыңыз ғой. Жылда судың жетпейтін уақыты осы мамыр айының соңынан бастап тамыз айына дейін ғана жетпейді. Қалған уақыттардың барлығында Абайда судан мәселе көтеріліп жатқан жоқ. Екіншіден, Абайдың өзінде былтырғы осы 2 жыл, 3 жылдың ішінде деп айтып жатсыз, дұрыс. Мен де сізге нақты есебін берейін. Осы мынау топтық су жүйесі орналасқан жерге ұңғыма қаздырдық, 2 ұңғыма қаздырып, оған фильтр орналастырып бердік. Қазір тәулігіне 800 куб суды қосымша пакетпен беріп жатыр. Бізге бұрын Абайда су не үшін жеткен? Енді бұл жеке мына водовод Таш-Сарыағаштан шығып жатқан Абайға ғана арналған, және 9 елді мекенге арналған болатын болса, жолда тағы да елді мекендер түсті. Береке 1, Береке 2, Құлтума, Ентес, Тегісжол, Таскескен елді мекендер, Сарыағаш ауданына қатысты елді мекендер. Одан қасында Дархан елді мекені бар. Сосын Курорт Сарыағаштың көптеген елді мекендері осы біздің су құбырына қосылуына байланысты судың дебиті көлемі азайып кеткенде біз соған байланысты кестеге өтуге мәжбүрлі болып отырмыз. Ол мәселені ауданаралық деңгейде қайта-қайта көтеріп отырмыз. Сарыағаш ауданында бүгінгі таңда емес, осы 2 жылдан бері Ер-Атен деген жоба жүріп жатыр. Бірінші жоба жүріп жатыр. Ханым арықтан суды көлемін көбейтуге құбырлар тартылып жатқан жағдай бар. Соның бірінші және екінші кезеңі Сарыағаш ауданының қазіргі сумен қамтылмаған елдеріне қамтитын болса, кешегі осы 25-ші жылы 3-ші кезеңіне біз қол жеткіздік. Абайда тартылған құбырдың қасынан қосымша параллельді қасынан тағы бір құбырын тартатын болып қазір есептеп жатыр. Осы жақын арада оның шешімі түгел қабылданатын болады. Экспертизадан шыққан кезде сіздерден сүйінші сұрап, сайтқа шығарып көрсететін болады. Соның есебінен біздің судың дебетін арттырамыз деп отырмыз. Бұл ауданаралық мәселе. Енді Абай елді мекенімен бізде Біртілектің 13 елді мекені бар. Ақжол Қауымшық және Ұшқын ауылдық округындағы 4 елді мекен бар. Осылардың барлығы жер асты суларының жаздың кезінде судың басқа жаққа қарай ауысып кетуіне байланысты, дебиттің азайып кетуіне байланысты, судың құрамының әртүрлі жағдайда сапасының өзгеріп кетуіне байланысты біз ашық көзден таза зақ каналынан су алу жөнінен ұсыныс енгізген болатынбыз. Сол жобамыздың экспертизасы 1 шілдеге дейін шығады деген біздің МПК проект деген жобалаушы мекеме бізге хатпен беріп жатыр. Ол 1 шілдеге дейін шығатыны анық. Жұмыс 5,7 миллиард теңгеге деп бағаланып отыр. Облысқа көрсеттік, облыстың алдында біз оны қорғадық, республиканың алдында қорғап жатырмыз. Сол судан, ол жерде 700 литр секундтан су алып жатқан болса, дәл сол 700 литрдің 200 литр секундтан суды 60.000 халыққа жеткізу жоспарланып отыр. Жаңағы айтқан елді мекендердің бәрінің суын, сапасын және дебетін көбейту үшін жасалып жатқан жұмыс. Енді министерство жағынан айтатын болсақ, Қазақстан Республикасы су ресурстары министрлігінің негізгі үлкен жобасы бар. Жылдан жылға ол қарқындап алға қарай жылжып келе жатқан бөген су қорынан осы Түркістан облысының 5 ауданын таза сапалы сумен қамтамасыз ету жобасы қазір аяқталуға дайын тұр. Негізгі Қаржантаудан өткізіп отырып, 2 құбыр өткізіп, ондағы Қазығұрт ауданы және Сарыағаш ауданы, Келес ауданы, Мақтаарал ауданы және Жетісай аудандарын сумен қамтуды жоспарлап, ол жобада алға қарай жылжып келе жатыр. Сонда 3 жоба қатарынан бірдей қазір жобалаушы мекемелердің арасынан жарысып істеп келе жатыр. Үшеуі де қосылған жағдайда толық біздің су мәселесі бойынша шешілетін болады. Енді жер астындағы суларға келетін болсақ, бізде мына Достық елді мекенінде де, Игілікте де, Ақжолда да барлық жерде қазып көріп жатырмыз. Ол енді біздің өзіміз жоспарлап, болмаса өзіміз есептеген жоқпыз. Арнайы геологиялық институттарды алып келіп, геологиялық іздестіру жұмыстарын жүргізген кезде 150 метрге, 60 метрге, 80 метрге бізге анықтама, сараптама береді. Сараптама қағаздарында дәл солай берілген.
оны 800 метрге дейін қазғызып, бір жерлерде 1200 метрден артық қаздырып отырмыз. Соның өзінде де судың дебіті бізде жетпей жатыр. Сосын жер астындағы суды өзімізге берілді, бәріміз көріп тұрмыз ғой. Жер астында көрінбейді бізге. Бірінші кезінде су шығып жатады да, кейін су шетке қашып кету, сондай өзінің қасиеті бар. Сондықтан сол сулардың басқа жаққа кетіп қалуына байланысты қазір біраз елді мекендерде жаздың кезінде біз суды жеткізіп беруге қиналып жатқан жайымыз бар. Ал егер де судың құбыр жүйесі болмаса, бізге байланысты болатын жаңа насосы, болмаса турбасы жарылып жатқан жағдай, соның жетпей жатқан жағдай болатын болса, оны да барып қарап көруге біз дайынбыз. Сумен қамтамасыз ету осы Келес ауданы, Сарыағаш ауданы екеуі бірдей, бүкіл облыс керек десеңіз республика көтерген кезде Түркістан облысындағы сумен қамтамасыз ету деңгейі төмен аудандарға жатармыз. Соны жұмысқа толық енгізу бойынша бәрін де қадағалауға алып, аптасына бір рет жиналысты біз өткізетін болсақ, ал облыс деңгейінде айына 2 рет жиналысты осының есебін беріп жатқан жағдайымыз бар. Ол назардан тыс қалып жатқан жоқ, сіздердің барлықтарыңызға жеткіземіз. Ол бір күнде болмаса, бүгін айтты екен деп, болмаса өткен 23 жыл айтты екен, 25 жыл түйіп бітіп тастайтын жұмыс емес. Бір қағаздың өзін, жобалау қағаздардың өздерін алға жүргізу, былайша айтқан кезде уақытты талап етіп жатыр, уақыт пен күшті. Біз бар күшімізді салып жатырмыз, уақыт өтіп жатыр. Сіздерге осы сөздердің бәрін қажет болатын болса, жаңа подтверждение хат берілсе, подтверждение жасап бере аламын. Оны тек қана менің сөзім ғана емес, кешегі осы ірі жобалардың барлығын облыс әкімі біздің энергетика басқармасы бар, ЖКХ басқармасы облысқа қаражаты жоғары болғандықтан соларға өткізу туралы тапсырма берді. Біз сараптамасы біткен кезде шілде айында соларға қарай түгел өткіземізді. Ол облыс жасағаннан кейін оның қаражатын бөлуде, жұмысын атқаруда оңай болады. Себебі бізде ЖКХ-да бар жоқ 8 адам болатын болса, облыстық басқармада бізден қарағанда көбірек тұр. 5 есе 6 есе мамандар да көбірек болды. Соған байланысты облысқа өткізіп, облыстың өзі қадағалап, соны қарап отыратын болады. Ауыз су бойынша біз түсініп отырмыз, қазір жаздың кезінде жылда осы кестемен берілгенге байланысты өткен біздің мәслихаттың сессиясында әрбір ауылға қосымша усилитель деп жатырмыз тасымал бойынша. Тағы да қосымша қаражаттар қарастырып беріліп, водовозбен тасымалға егер жеткіліксіз болатын болса, алдағы уақытта тағы оны күшейтуге біз дайынбыз. Істеп береміз осы. Мұнда біздің депутаттарымыз қатысып отыр. Соның бәрін қолдап бізге бекітіп берді. Біздің су жүйеміз бар. Сонда да біз тасымалды водовозды қойып жатырмыз. Келесі сұраққа көшейік. Сізден өтініш, біздің көшеде бірінші башаттығы жерлерге балдар ойналарына шығады. Алайда ол жерде әкімдіктен барып есептеп, әкеске қатысы жоқ, құдай шығып кетсе бала бүгін абай ауылда. мына жерде тоңдар, мына жерде тоңның алдында сондай башат істеп кетті, көрдік. Әдем бар. Бізге сәйкес келеді. Соған бір қолдау көрсетіп. Екінші мәселе жарықтандыру. Біздің жан-жағымыз барында свет бар, почти орталық 5 минут. Жарықтандыру мәселесі жоқ. Кім ем жоқ? Әлиқұлов. Қалдырек Әлиқұлов деген ақын болған жақсы білесіздер, тұрғандарымыздың бетінен болысына атақты кісі болған. Білемін Қалдырек ақында, сол көшеге жарықтандыру. Мына бұрышымыздан Мазарат бар, ол бұрышта Алқашта бар болатын, мына Тұрманда бар болатын жерде. жақсы. Сауысыз жарықтандыру береді, бағана барша освещение жасалынатын болады. Ал енді Біз ол жерді сен қоршап істеп тұрғансың, таза тұр ол жерді. жақсы. Детский площадканы жасап береміз. Орын бар болатын болса жасап береміз. Программамыз бағалымызға бізде свет мәселесін тартылған кезде үйге тартылды. Сол қайырмысы бұл кісілер тұраны сұрыпқа қап кеткен. Екі. Осы жердің мәселесінде Мазарын беріктен столғадан біріншіден екінші үйге свет тартылған. Есік кәмілменен.
Bunlar айтады сол жерге бір столға қойып тартып берсе деп бар. Бізде оңтүстік жаққа қарайды ғой да? Оңтүстік жақ теңгерімде Иә, бар ғой, бар Ол ғой. да жиналыстан кейін барып көрейік, ол шешілетін мәселе ғой стол. Жарайды. Жиналыстан кейін сіз өзіңіз айтып барыңыз. Жарайды. Иә, иә. Енді қолыңыз көтеріңіз ғой. Артыңызға көтеріңіз. Кім? Айта берсей, біреуіңіз. Мен келген себебім бүгін көшені жарықтандыру антивжені істеп берсеңіздер, жұмыс алдық істеп берсеңіздер. Көшпегеніме 23 жыл болды менің да. Айтып 16 жыл дегенде трасса істетіп алдым. Қай жерде? Тұран көшесінде, Тұран көшесінде. Абайдың түгілі өтек ауданның су қоймасы бар ғой. Иә, иә. Сол су қоймасының арқасында біздің көше тупик көше, екі көше Тұран. Екеуі де Тұранда, біреу тупик, біреу ары бері өтетін. Ағымдағы жылы негізгі көшелерді осы былтыр сұраныс жасаған көшелердің бәріне қаржылық, біразына қаржылық бөліп берді. Ауқымды қаржылық бар. Биылғы жыл енді басталды, 5 ай енді өтті. Қазір мынау конкурс өтіп қойды ғой. Конкурс. Сәбитте бұл дейін айтамыз да әкімшілікке барып жаздырып қойды сен әкімшілікте жүрсің ғой деп. Көшемізде тұрғаннан кейін Сәбитке айдамыз ғой, осыған әліміз жетеді. Сәбит, әкім мырза деп қоямыз бұны. Жақсы. Біздің көшенің әкім мырза. Соны жақса биыл неге 10 қойдыңыз, елге білесіз, Жақсы. 5 жылдан бері. Жарықтандыру бойынша мәселеңіз биыл шешілетінін сізге сау сақтап, осы жылдың соңына дейін күтіңіз. Екінші кездесу кезінде сізбен тағы осы мәселені көтереміз. Көтет есіктің алды, соны лоток істеп берсеңіздер, қате бір жағына. Тағы не істейді? Жоқ, лотокты да істерміз, оған да жеткіземіз, жоспарлаймыз. Бәріміз анау негізгі жоспарлы түрде біртіндеп істеп келе жатырмыз. Осында Абай ауыл тұрғындары мен ауданның тұрғындары отырған болса, негізгі бастапқы принципті айтып өттім. Менің өзімнің көзқарасымда аудан орталығы бәрімізге орталық. Тек қана менің өзіме ғана емес, осы орталықтан қарап біздің бүкіл ауданымызға баға береді. Сондықтан Қарам көшеде өмір сүріп жатырмыз да, масқараны қарам болып кетеді. Оны шешіп берсеңіз. жақсы шешім. Иә. Қалай? Сәлеметсіздер. Біздің ауданымызда пәленбай миллиардтық құрылыстар жүргізілді деп айтып иә. Осы құрылыстардың іргетасы, яғни фундаменттері неден құрылып жатыр? Мәселен, осы ауданымызға біздер осы құрылыстарына халыққа, елге де бір жәрдем берейік деген мағынамен, сол өзіңіз білгендей сізге мен 4 рет хат жаздым. 4 рет хат жаздым. Сол лицензия, яғни 2020 жылы алынған, 2021 жылы қаулы болған. Сол қаулыны 24 жылы сіз жібергенсіз да, 25 3 күннен кейін тоқтату жөнінде хат жазасыз. Тоқтатылсын деп. 138 хатпен сіз қараусыз қалдырсын деп ауданға жазасыз. Облысқа жазып отырсыз. Соның себебі неде? Мәселен, біздің елімізге қараңыз, осы құрылыстар жүріп жатқан болса, қай жерден тас алып жатсын, сол тастардың качествосы қандай, ешкім тексеріп жатқан жоқ. Барып жатырмыз, үйтіп жатырмыз, сөйтіп жатырмыз. Бірақ келесінен шығып жатқан тасты ешкім есепке алып жатқан жоқ. Құрметті әкім, оны қаншалықты ақталамыз, ақталмаймыз, мәселен, оны көзіміз жұмып тұра алмаймыз, көреміз. Қазір сіздің сұрағыңыз осы іргетастардың сапасы жөнінде жүріп жатыр ма, жоқ әлде жеке өзіңіздің карьеріңіздің соны ашып беру? Екі мәселе. Іргетастың сапасы мәселесінде сапасы мәселесінде сіздің ондай сұрағыңыз болатын болса, бізде мынау газ бар, сосын бар қадағалаушы, авторлық қадағалаушы бар, кейін техникалық қадағалаушылар бар. Солардың барлығы бізде акт эксплуатацияны қолданысқа қабылдап жатқан кезде барлығы мамандардың өздері жауап береді. Оның ішінде маркасына, тығыздығына, сосын бар құрамына, барлығына түгел. Бізде қазіргі бірнеше құрылысшы бар. 9 мектептің құрылысын жүргіздік. Содан кейін бар үлкен спорт кешеніміз бітіп жатыр. Мына жерде ертең іргетас салынып жатқан мұражайымыз бар.
жас буынды дамыту орталығымыз бар. Егер соның барлығының іргетасында сіздің күмәніңіз болатын болса, комиссия қосайық та дәлелдеп беріңіз, ол нашар екен деп. Жоқ, нашар деп тұрған жоқ. Сіз әкім ретінде соларға қандай жәрдем көрсете алдыңыз? Мына жерде мәселен карьер тұрда, олар келестен тасалады. Әйтпесе қаяқтан тас кеу. Сіз әкім ретінде соларға жәрдем, ауданның басшысы. Мен әкім ретінде қандай жәрдем бере аласыз? бір сұрақтан екінші сұраққа өттіңіз ғой. Енді жақсы, оған да жауап берейін. Әкімнің жұмысы мердігер ұтып алған бізде мердігер мекеменің тасты Қазығұрттан алып келеді ма, Сайрамнан алып келеді ма, жоқ болмаса Өзбекстаннан алып келеді ма, ол өзінің мынау конкурсқа қатысып жатқан кезде көрсететін шарттары өздері шешеді. Міндетті деп осы біздің ауданымыздың тасын аласын, осы жердің шағалын аласын, болмаса осы жердің топырағына ғана саласын деген міндеттеме жоқ. Біздің Қазақстандық міндеттеме деген бар. Облыстық міндеттеме бар. Енді ауданда біз ондай өндірістік орындарымыз болатын болса, біз тек қана ұсыныс ретінде ғана кіргізе аламыз. Біздің заттарымызды алыңыздар деп. Содан кейін бар. Ал сіздің өзіңіз айтып отырсыз. Менің өзімнің хатым, мен болмасын шешім, мен сіздің карьеріңізді тоқтатып қойған, заңсыз тұрған нәрсені қазір барып сол жерден тасалыңыз болмаса, мына жақтан алыңдар деген әкім ретінде соларға ұсыныс жасағаным, ол заңға қайшы келеді. Ондай жұмысты мен жасамаймын да, ойымда да жоқ. Сондықтан екінші мәселеміз, сіздің жаңа айтып отырсыз, енді соларға жәрдем ретінде осы жақын жерден, енді сіз түпкі ойыңыз болатын шығар, бірақ сол жақын жерден ашып берсеңіз. Халқыңызға жәрдем ретінде. Ал мынау салынып жатқан мәселелер сол халыққа жәрдем бе, жоқ әлде тас әкеліп беруге жәрдем берейін бе? Именно солардың сіз проектін қараңыз, проектін жазуға келесі аудан деп. Тас қай жерден алынады дегенде келесі аудан дейді. Бізден солар немене ана прайс алған. Біз прайс бергенбіз соларға. Мейлі. Бірақ сіз оған қарсылық көрсетіп тұрсыз. Не үшін? Соның себебі болса, себебін айтсаңыз болды. Біздің ауданымызда тас алатын орын жоқ, болмайды да. Кеше ғана прокуратурадан тексеру келіп өтті, бәріне түгелдей жауап беріп жатырмыз. Сіз осы мен жұмысқа кіріскелі айтып жатсыз, рұқсат беріңіздер. Ол рұқсатты алдымен біздің қоғамдық тыңдаудан өтуге тиістігіңіз. Сіз 2 адаммен, 5 адаммен, болмаса ауылдың жартысымен бүгін шешім алғанымен де арқаңыздан арыз жазып, TikTok-дан шығып жатыр, әлеуметтік желіге де шығып жатыр, бәрі қарсы болып жатқан жағдай бар. Ол сіздің ойыңыз ғой. Менде елдің бәрінің қол қойған жері бар. Жаңа сіздің ойыңыз ғой. Мәселен, заңға қайшы жұмыс істеп тұрсыз ғой. Осынша көпшіліктің ішінде айтамын мен сізге. Заңды, мәселен, мен заңды істедім. Лицензия заңды алынған. Халықтың бәрі қол қойған, біз қарсы емеспіз деп. Bir адам бар сол жерде, бір адам бар, мен сізге айтайын. Маған дейді, күнде бір айда 20 машина неме бересің дейді. Сол TikTok шығарып жатқан. Тас бересің дейді. Онда дейді, мен шығармаймын дейді. Енді ол баланы мәселен прокуратураға біз үстіне жаздық. Оны мәселен жынды деп қабылданған, ол жындыханада жатты и так далее. А бірақ именно сіздің ұстап алған темаңыз сол сол жынды баланың неменесі. TikTok басқа нәрсе жоқ. Хаттарда жазып жатырсыз. Сол именно пәленшенің TikTok-ы деп. Ер азаматсыз салғыласпастан бір сұрақты қойыңызда мен сізге жауап берейін. Кезек сөйлейді. Жауап беріңіз, неге қасыңызға жауап беріңіз? Сұрағыңыз бітті ма? Бітті. Отырыңыз, мен жауап берейін. Негізгі біздің ауданымыздағы басты құндылық бұл елдің көші. Бір адам қарсы болса да, 5 адам қарсы болса да, елдің арасында осындай қатты шу шығарып жатқан кезде, оған әрине мынау құқық қорғау органынан және біз тарапынан тексерістерді ұйымдастырып, мынау жұмысшы топтың барып, әрқайсысы өздерінің сол не үшін шағымданып жатыр, не үшін көтеріп жатыр деген мәселелермен бірге сол тексерістерді жүргіземіз. Тексерістердің нәтижесінде сіз өзіңіздің атыңыздан, сіздің атыңызда ешқандай карьердің жоқ деген анықталды. Қашқынбаевтың өзінің бұған қатысы да жоқ. Содан кейін барып, ол мәселе қайта-қайта облыстық жер комиссиясында қарастырылып жатыр. Әлі күнге дейін шешім шықпаған, түбегейлі шешім шықпаған, өзіңіз де білесіз. Жоқ, тоқтаңыз, мен сөйлеп болайын, отырыңыз. Отырыңыз, сіз сөйледіңіз ғой, мен сөйлеп болайын, сіз қайтадан тағы сұрағыңыз болса айтасыз. Кезекпен сөйлейді ма, ел отыр ғой. Содан кейін барып, сол комиссияның шешімі түбегейлі әлі шыққанда жоқ. Шығып, келіп, осы заңды құжаттардың бәрі жақсы, мына ел түгелдей қасындағы елді мекен қолдап жатыр деген мәселе болатын болса, мен ешқандай қарсылық көрсетпес те едім, көрсетпеймін де. Ал құжаты жоқ кезінде сіздер қанша тас алып шықтыңыздар? Құжат әлі алынбаған. Бүгінгі күні әлі алынған жоқ.
мен бұл жөнінде айтамын, облыстың түпкілікті шешімі шыққан жоқ әлі. Сол шешім шықпай тұрып, сол жерден тас алынған. Заңсыз жұмыс па, заңды жұмыс па? Енді сіз енді қазір енді кедергіні заңсыз жасап жатсыз дейді. Арнайы түрде кеше осы табиғатты қорғау прокуратурасынан келіп, сіздердің құжаттарыңызды қарады, сосын барып мына Ермаханды деген бізде құйған елді мекеннің қасында тас аламыз деп жатыр. Елдің қарсылығына қарамайды. Одан кейін екінші Тұран транзит деген мекеме келіп, сол Тұран транзит берсең де бересің, бермесең де бересің деп. Алдымен мына заңды оқыңыз, заңда жазылған жер қойнауы және жер Қазақстан Республикасы халықтың меншігінде. Соған орай жергілікті тұрғындардан қоғамдық келісімден шешім алу жөнінде осындай арнайы шешім қабылданған, ережеге енгізілген. Сол ережені облыс бізге нақты рұқсат беретін мекемелердің өз талап жасап сұрап отыр. Сіздің жұмысыңыз бәрі керемет, бәрі бір сәтте болатын болса, сіздің жұмысыңызға ешкім кедергі жасамайды. Елді мекенге жақын. Мен келген жылы сіздер жарылыс жұмыстарын жасаңыздар, бірінші қателік болды. Ол нақты түрде мынау полицияға тіркелген. Взрывной работа деген жер бір дүркірді. Екінші мәселе, құжаты бар ма жоқ па деп нақты сол бойынша 6 ай 8 ай бойы бірінен кейін бірді тексеріп шықты. Содан кейін тапқан нәрсесі, нақты түбінде тапқан нәрсесі облыстық әкімдіктің түбегейлі шешімі шықпаған, сол шығуға тиісті. Оған дейін кірісуге болмайды. Егер болатын болса, сіз мені тоқтатқан алдыңызда тұрған жоқпын, барып уже қазір бастайтын едіңіз. Дәл қазір сол шешімнің жоқтығына байланысты сіз ол жерден тас шығару мүмкіндігіңіз болмай тұр. Оны өзіңіз де білесіз. Әзір барсаңыз, арқаңыздан полиция барады. Полиция не үшін алып кетеді ол жерге? Сізге шығаруға рұқсат бермей жатыр. Сізден құжат сұрайды. Сол құжаттардың барлығын түгел жасап полицияға беріңіз. Біздің мынау кәсіпкерлік бөліміне алып кетіп беріңіз. Облысқа барыңыз. Сізден бірге мен осында мамандарды комиссияға жіберіп отырмын, арнайы жіберіп отырмын. Өзіңіз де келіңіз. Бәрі бірдей қарсы болып отырған несінде сонда қорғап алмасаңыз, енді менен несіне көріп отырсыз ол мәселені? Енді сізбен салғыласа берместен, сіздің жеке шаруаңызды мына елдің бәрінің мүддесі емес. Сондықтан жеке қабылдауға кіріңіз да, жеке қабылдауға сізбен болды. Әлеге, жеке қабылдауға, мына сіздерге осы әлі қыстады ма? Осында елдің алдында бәрін соны айтып отыруымыз керек. Жеке адамның, жеке басының шаруасы. Тем более Қасымбаевтың атына жазылған. Сіз өздерің қатыңыз үшін алып жауап бермейсіз ол елдің алдында. Арыз жазып беріңіз. Olur mu prokuratura? Жеке кірсек? Мынау ерекеңді қабыр, депутаттарды қабыр. Келесі өздеріне шетінде тұра беріп, құралды үйдің аралық кеткендігі. Сол жерде бұлтыр қазарғамыз, ерек қабар бар. Екі жағын ашса болсын, кетеді соны аштырамаймыз енді. Келесі қазылған, прем қойылған, кидақ жер. Соны екі жағын аштырамаймыз енді. Кімге аштыруымыз керек? Енді мұны Жоны судың арнасын тұрлаймыз деген ғой, не рұқсат? Тұран су. Тұран су. Шайып кетеді деп жатқанша жасаған. Біздің ерегіне соған ерегенде хабар бар, депутатта хабар бар, көрген. Келесі қаздық болған үшін турлап. Екі жағын ашса болсын дейді тур кетеді. Соны аштырамайтымыз. Біздің келес өзені біздің ауданымыздан өтіп жатқан біздің су көзі бірнеше. Ол шағал алу көзі емес, негізгі мәселесі. Сол шағалды алуына байланысты судың жүйесі өзгеріп, ағысы өзгеріп, шет-шеттің бәрін су жарыланып, құлауын алып келді. Соларды қалпына келтіру мақсатында елді мекендерге зиян тигізбеудің мүддесін ойлап отырып, былтырғы жылы Тұрансу, алдыңғы жылы, былтырғы жылы Тұрансудар жағалауды бекіту жұмыстарын жасаған. Сол жұмыстардың арқасында сіз айтып жатсыз ғой, енді тағы да соған Тұрансу мекемесі атқарған жұмыстарын біз бұзып тастау ма, басқа ма, мен сізді нақты түсінбей отырмын да. Тұрансу істеген жоқ оны. Анау келесі өзі неге қарайды? Ол сіздер қазір тұрғын инспекцияға хабарласып, мені шақырды, халықтың мүддесін қорғаймын дедім, бағымен штраф төледім. Судың арнасы тура істеу болмайды деп олар. Арал Сырдария инспекциясының мамандарын осында шақырды айтса, сіз орнын көрсетіңіз,
Süдейікті Тұран суды шақырамыз, Арал Сыбараны шақырамыз, су шаруашылығы басқармасында шақырамыз. Осында Арыстанбек Оразхан. Енді солардың барлығы келіп, ортақ шешім бойынша қарастырып көрейік. Сіздің айтып отқаныңыз мүмкін жөні бар шығар. Мүмкін ана жеке өздерінің сіздер тыңдамай жатқан, уәждеріңізді тыңдамай жатқан жағы болатын болса, біз сізге қолдау хат жасап беруге дайынбыз. Ал егер де ол заң талабына сәйкес дәл солай қазуға болмайтын, жанына қарай сызбайтын болатын болса, онда олар өздерінің айтар, біз онымен келісетін шығармыз. Орнына барып, орнында көріп берейік. Келіп көргеннен кейін Аралсыздар Тағы да шақырып, негізі мына кісінің өзінің көзі жетпей жатыр ғой, дәл қазір. Егер де біздің өзімізбен жаңағыда айтып отырмын ғой, мына кісінің өзінің көзі жеткенше Арал Сырдарияны шақырып сол жерде талқылап отырып, өзіміз тыңдамыз. келіп кеткен, көріп кеткен, комиссиядан келіп кеткен. Ашып беріп мағылып кеткен. Келіп тоқтап қалды. Жоқ, ал Жарайды. шақырайық та хаттамасын сіздің қолыңызға берейік. Бір мәселе. Мына келесі жағасында фильтрлер бар еді, нереге. Ауысу бір мәселе шешіледі ғой. Алып тастатты, әдем су шығып жатқан еді. Фильтр, кәдімгі будка. Сол қаншама шешіледі. Абай бойынша 4 фильтр қазір жұмыс істеп тұр. Осырықта, Аралда. Жоқ, Осырықтағы су болғаннан кейін бар. Таза әдемі. Жоқ, орындарға... Молдағұлова көшесінің бойында. Жоқ, бізде суға кетіп тапсыз. Төртеуі бар. Егер сіздерге судың жетпеу уақыты болатын болса, алдағы уақытта бюджетке қояйық та тағы бір сол кешенді модуль блок деп аталған. Модуль блок. Иә, фильтрмен. Оны сатып алу керек болады. Мәселе шешерек та мәселе. Иә, суды сатып аласыздар. Мына біз Абайдың ішінде төртеуі жұмыс істеп тұр. Ауданымызда жаңағы аз тұрғындар тұратын елді мекендерге сондай қойып бергенбіз. Фильтрдің өзіміз ауыстырып отырмыз. Сол фильтрдің жаңағы соған обслуживание дейді ғой, күтіп баптау жұмыстары үшін нелер болады. Нақты өзінің тарифтер болады. Сол тариф бойынша суларын алатындай мүмкіндігіміз бар. Егер де су жетпей жатқан болса, онда біз мынау су шаруашылығына айтып отырып, соның арасын жеткізіп беруге дайынбыз. Оны қажеттілігіне байланысты ұсыныс енгізіңіздер, соны көрейік та, егер Остров жаңағы микрорайон Аралдың Мөлтек ауданынан қажеттілік болатын болса, келесі сессияларда қарап көрейік. Иә. Саламатсыздар ма? Сіздің неңіздің бәріне қолыңыз толып отыр, қуанып отырмыз, шынымен де сол айтқаныңыздың бәрі болып кетсе күшті болады деген бір мәселе. Қазір мына водовоздар тендерді ұмытып алған ғой, тегін тарқатып жүр ғой. Енді оларды өз белгілі бір адамдар бар, отбасыға, аз қамтылған, инвалидтігі бар балаларға беріп жатыр да, ол жалпыға бірдей бере алмай жатыр. Енді менің айтайын деп тұрғаным, мына водовоздардың құнын сәл келістіріңкіреп, налогі жағынан ба, бағаны реттеу жағынан ба 8.000 теңгеден құйып жатыр да. Енді мысалы бір-екі адамның қалтасы көтеруі мүмкін, бірақ халықтың барлығын көтере алмай жатыр. 4 күн бір апталық су бермей жатыр ғой, сол водовоздар. Бұрын 4 мыңнан еді, сол 4 мыңға кішкене түсірсеңіздер, оларға айтып, әй, тендерден миллион жатсын, енді халықты қанамаңдар, 8 мың 4 мыңға түсіріңдер деп бағаны реттеу жағы кішкене қозғалсаңыздар. Тендердан ұтып алған біздің су тасушы көліктеріміз қазір тендерді 140-120 литр. Бәріне бірде жетпейді ғой ол. Жоқ, жетпейді ғой, сондықтан 200-200 литрден ауыз суға пайдалану жағынан бізде бір адамға 140 литрге дейін норматив бар. Сондықтан 200 литрдің өзі де аз емес. Жоқ болған орнына біз 200-200 литрден әрбір үйлерге қажеттілігіне байланысты таратып беріп жатырмыз. Сіздің ұсынысыңызды мен естіп тыңдап отырмын. Қазір тыңдап отырмын. Ол ұсынысты жаңағының зорлықпен ол бәсекелестіктегі водовоздар ғой 8.000 теңгеден сіздерге сатып жатқандарда су жоқ болғаннан кейін мәжбүрлі түрде алуға сіздер соған баруға түсінді ғой. Сол үшін айтып жатырмын ғой. Қажет болған жағдайда тағы да водовоздарды қосып қосатын болсақ, бәсекелестікті тағы да қосатын болсақ, мемлекет тарапынан қосатындар. Сонда ғана бағасы түседі деп ойлаймын. Бұл водовозшыға барып налогымен қысқан кезде ол іштен шықпайтын шығар. Жоқ, айтуға болады кішкене, осындай бағаны реттеңдер. Жоқ, негізгі бағасын түсіру үшін оғанда жаңағыдай түсіндіру жұмыстарын жасайды. Ол бірінші жұмыс. Ал нақты қадам ол оған қосымша тағы да водовоз қосуымыз керек. Егер жетпейтін болса. Бізде қазір неше водовоз бар? Үшеу бар да? Сізде бөлінген қанша водовоз бар? Біз водовоздармен январда жинағанбыз, жерді қауымдасып қаншамен жүреміз деп. 500-ден жүретін болған айына. 5 бермеймін да.
тасымалдайды да, үш водовоз. Иә. Әрқайсысы 500-ден беріп отыр. 500 мың. 500 мыңнан әрқайсысына, иә? Ол қаражатымыз бар ғой, тағы да қосуға болады, келесі сессияға дейін. Негізі водовоздың жақсы келіп жатыр. Айтқан істеп екілді беріп жатыр водовоз жақсы. Сізге құйып жатқан частныйлар ғой, келіп аяқпен жүрген. Жоқ, жарайды. Соны отыр, тыңдаңыз. Енді ұсыныс жасалды ғой, сол ұсынысты іске асыру мақсатында водовоз аздық қылатын болса, тағы да ең кемінде біреу мүмкіндік болатын болса, тағы 2-3 водовоз қосатын болса, сонда бағасы азаятын еді деп ойлаймын. Мүмкіндік болса, тағы да водовоз табыңыздар да қосыңыздар. Көбімізге 3 айға ары кетсе. Oldu mu? Bir söyleyeyim ki. Kolay aman esensіздер, саламатсыздар ма? Көпшілік. Мынау бүгінгі болып жатқан жиын есеп беру жылдық, яғни болмаса кварталдық осындай болып жатқан тірліктерге беріліп жатыр ғой. Бұл енді әзір елдің дамуы, мынау жастардың, көпшіліктің, адамдардың дамуына байланысты ол өзі отырып қалған еді кешегі кезеңдерде, 90-шы жылдан бері қарай 95-ші жылдарға дейін. Нөлден басталғандай болды. Қайтадан істелініп жатыр. Бұл енді кемшіліктер болады. Өйткені ол күндіз түні жұмыс істесең де, әзір ол мына Европа деңгейіне бүгін ертең жете алмаймыз. Бірақ дегенмен жылжу жақсы. Ал енді менің айтайын дегенім, Жанке өткен жылы облыстың қазіргі облыстың әкімі, ол кезде зам әкімет, мынау ауыз су жөнінде және жаңағы агроттық жерді суаратын су жөнінде мәселе қозғалды. Алпамыс батырдың төбесінде бірге кездестік қой сол жерде. Сол кезде ақырында қорытындысында ол кісі айтқан еді, Нұрекең, 29 жылға дейінгі бағдарламаға қоямыз бұл мәселені. Әзір жаңағы келестен аламыз, анаяқтан аламыз ойдағыда тіршілік жасап тұру керек деген мәселені айтып кеткен. Осы мәселе жөнінде мен мынау су шаруашылығы министрлігінен хабарластым, сөйлестім, хат жібердім. Сонымен сол рас па 29 жылға дейінгі бағдарламаға программа қойылғаны осы мәселе болған еді осында. Суды да солға айтты ғой жаңағы анау Ашынаудан тартатын ба бәлкі Келес ауданы Көктерек елді мекенінен. Бері қарай 1000 трубаменен әкелетін болған. Алғашында келісім бойынша. Сонымен ауыз суға да содан алатын болдық та 500 гектар жерді суландыру керек болды. Димитровтың үстінен. Құрылысқа дейін. Жаңа құбырды тарту бойынша біздегі... Сол 29 жылға қоямыз деп Нұрекең айтқан еді сол кезде. Зақ келестің ұстын жатқан бағдарламасы болған. Мен бітіріп алай соны. Содан ол кісіден хат келді олардан. Сіздің бұл мәселе бойынша облысқа келді, сәулет құрылыс бөліміне жіберген екен. Енді оның келгеніне бір айдай болып қалды, олар маған тағы жауап берді. Сіздің мәселеңіз қаралып жатыр, бағдарламаға кіретін болды деп жазыпты. Жақын арада Қазсушар мекемесіменен біргелесіп, аудан әкімшілігіне мен Ерекеңе звондағам сол кезде. Біраз болып қалды, бүгін соқы деді. Енді сіздердің қолдауларыңыз керек болып тұр. Бұлайша айтқанда, сол кезде де бір-екі рет кіргіп сізге айтып ем, осыны кішкене демеп жіберсеңіз, жаңа ғана ені төлеуге, проект жасауына қаржы төлеу керек екен, алдын ала. Осы мәселеге не істеңіздер енді, қолдау жасасаңыздар. Бірінші. Екінші мәселе біз 17 жылдан бері қарай Келес ауданы болардан алдын 18-де басталды ғой, Келес ауданы. Біз Сарыағаш ауданы кезінде 150 миллион қаржыға мал бордақылау жөнінде кредит алғанбыз ауданға. Осы өңірге, Келес өңірі дейтін ол кезде. Оның себебі біз жаңағы мал соятын ойны ашамыз деп сол кезде бастадық та, біз оларменен келісім шартқа отырғанбыз. Ал енді оның уақыты өтіп кетті. 5 жылға берген, 18-ден 23 жыл бітеді ғой. Сол енді бұлай қарай қайтадан біз іске қосылды. Әзір
біздің Келес ауданында экспортқа шығаратын мал жоқтың қасы. Қазір бүгінгі таңда да. Сондықтан енді біз сол мәселені қайтадан қозғап жатырмыз. Бірақ ол шешімін таппай жатыр. Бірақ мақұл дейді барлығы кредит мәселесі жөнінде. 2,5% бізге мал бордақылауға Келес ауданының соның орындарын көбейту керек. Мал бордақылау орындары. Мал бағатында біз өзіміз әзір 3 қора салып аштық. Где-то бір 500-600-ге жақын мал кетеді оған уже бордақылауға. Ал енді біз мына Өзбекстанменен контрактіге отырғанбыз, осы өткенде айтқанмын сізге 2 жыл болып қалды ма отырғанымызға. Ол кісілер уже жұмысты бастап жіберді. Барлық жаңағы өздерінің талаптарына сай нәрсені өздері де келіп көмек беріп жатыр. Сондықтан енді бізге сол малдың басын көбейту Келес ауданында. Жаңағыдай кредит мәселесін осыған көмек бере аласыздар ма? 2,5% береміз деп жатыр, бірақ келмей жатыр ғой, неге ондай екені. Алатын адамдар бұл жерден точка қойып кетейін енді, бұны жауап бересің. Үшінші. Бізде кедергі болып тұрған нәрсе, мынау кешегі сапқоздардың кезінде барлығында мал шаруашылығы болған. Барлығында да болған. Кейін ана бірлік бар, мына Бозай, Жамбыл деген бар, бұлардың барлығында мал шаруашылығымен айналысқан. Бүгін таңда әлі жалғасып келеді сол. Бірақ жеке меншік болып кеткенде барлығы. Солардың енді қаржы алып, сол малдарын көбейту, болмаса бағайын десе, қора стандартқа сай келмейді. Қораның үйі болса документі, қорасы жоқ, яки болмаса жаңағы жер жоқ, осылай болып толық оформить етілмей қалғанда, бұны енді біздің кадастр ауданның кадастры. Осы мәселенің қалай шешімін табу керек? Осы мәселе жөнінде қарастыруға бола ма? Бұндай нәрсе көп өте. Барлық ауыл округтерінде бар. Осы нәрсе. Егер оларда сол құжаттанса, жаңағыдай кредитке қол жетімді болады біріншіден. Екіншіден, біздің шаруашылығымыз дамиды ғой ары қарай енді. Ол бекерге отыр әзір. Документ жоқ өткізейін десе, кредит алайын десе, ала алмайды. Бермейді. Документіңіз дұрыс емес деп қайтарады ана жерден. Сондықтан осы кадастрдың жаңағы сол керекті нәрселері болса, соны жоғарыға көмек берсеңіз, осы 3 мәселені шешіп берсеңіз дұрыс болар еді. Сұрағыңыз рахмет. Бірінші сұрағыңыз Ашынал каналы, Зат каналының бізге Өзбекстан Қазақстанның өткен жерінен бастап осы Алпамыс Батыр және Біртілек ауылдық округ территориясына 2 құбыр тарту жөнінен 1,5 мың 2 құбыр тарту жөнінен ұсыныстар түскен болады 2023 жылдары. Оның нақты қазір есептері, сметалық есептері ешқандай есептелген жоқ. Біз трассировка деп қай жерінен өту жөнінен осы биылғы көктемде де былтырда өткізіп, облыстық су шаруашылық басқармаларына да және кәсіпшілік мекемелерінен бәріне де ұсыныс жасап жатырмыз. Ол қаражат жөнінен нақты шешілген жоқ қазірше. Бағдарламаға енгізді деп сіз айтып отырсыз ғой, бірақ дегенмен енгізген болса жақсы. Оның қолдау жөнінен ауданнан қандай қағаз, қандай қажетті құжаттар болмаса жобалар жасау керек болатын болса, біз судың бізге қарай дебитінің көбейгеніне қарай қаражатты бөліп беруге, қолдауға біз дайынбыз. Ол жұмысты жасауға дайынбыз. Ол бірінші сұрағыңыз бар. Екінші сұрағыңыз, енді Сарыағаш ауданының кезінде 150 миллион теңге несие алған, қазір оның уақытысын өтедіңіз ба? Ол енді жеке өзіңізге алдыңыз ғой, сондықтан мен өзім алған жоқпын. Басқа аудан екінші деңгейлі банктен алған жағдайлар бар. Ол мемлекет тарапынан бөлінген қаражат емес, ол нақты екінші деңгейлі банктерден алған несиелер болуға тиісті. Мен түсінігім бойынша. Мүмкін мен қателесіп жатқан шығармын, бірақ дегенмен де бюджеттен арнайы дамыту үшін қаражат бөліп беру, субсидиялау мәселесі деген нәрсе болған жоқ. Тек қана сол кредит берді сіздерге. Сол кредиттерді алған азаматтар өздері арнайы даму жұмыстарын жасап жатқан болады. Ал енді дәл сондай несиені беру жөнінен ұсыныс айтып жатсыз. Бізде 2023 жылы
жақсы бағдарлама болды. Сол бағдарламаға сәйкес ауыл аманаты бағдарламасы бойынша біз 1 миллиард 400 миллионға дейінгі несие. 1,4 миллиард. Негізгі бізге қатысушылар Ошақты, Ақтөбе, Қошқарат ауылы болды. 3 ауылды қосқан болатынбыз. Біртілек те бар. Иә, Біртілекте бар, Ақтөбе ауылдығы да қосылды. Осы Біртілекте сіздердің өздеріңіз жерлеріңізде тұрды, сол кезде құжаттардың жетпей қалуына байланысты жылдың соңына қарай уақыт тез өтті. Біз мемлекеттен талап еткен кезде керемет талап етеміз ғой, қашан істесін тез деп. Ал өзінің жеке өзінің құжаттарын дайындап өткізуге келген кезде біз бар жолы 1,4 миллиардқа ғана қол жеткіздік. Елге алып берген кредитіміз. Ол аз да емес, көп те емес, орташа номиналды түрде ақша. Облыс бойынша 17 ауданға 13 миллиард теңге таратылды сол кезде. 13 миллиард теңге таратылды, сол 13-тің бізде 1,4-ін алдық, 10%-ға алып үлгердік. Негізгі сол кезде мүмкіндігіміз бар еді, өтіп кеткен нәрсені қайта айта бермейік. Одан кейін 24 жылы өздеріңізге белгілі Қазақстан Республикалық бюджеттің қаражаттарының бәрі солтүстік және батыс аудандардағы су тасқынына байланысты бюджеттің қаражаттарын бәрін соның қалпына келтіруге жұмсады. Былтырғы жылы бізге нақты көлемде ақша беру мүмкіндігі болмады мемлекет жағынан. Биылғы жыл ондай тасқын болған жоқ, бірақ дегенмен де қазір 5 айдың артық өтіп кетіп жатырмыз. Біз біраз құжаттар тапсырдық. Қанша сумма мүмкін дайындадық қазір? 4 ауыл округі қазір қатысайын деп жатыр. Жоқ, қанша суммаға өткіздік документті? Жалпы ма? 1,5 миллионға ма? Иә, жоқ, жалпы бізде қазір аудан бойынша 280 жолы дайын тұр. Жобада. Сумма әртүрлі. Онан 9 миллион 700 теңге. 9-ға көбейтсеңіз, 289-ға көбейтсеңіз, енді екеуден асып түседі ғой бәрі. Сондай сумманы ұсынып отырмыз, құжаттар түгел дайындалған, тапсырылған. Енді сізбен қатар бізде енді облысымызбен бірге республикадан оның қаржыландыруын күтіп отырмыз. Енді мен айтып қойдым, сіз кейін тарихындаймын. Сол қаржыландыруды күтіп отырмыз. Ол да қаржының дефицитіне байланысты болып отырған жағдайға. Дәл қазір мен сіздерге айта алмаймын. Керемет қаржылар, оны игеруіміз керек. Давайте документтерді түзетіңіздер, ертең алып беріп деген мәселе болып тұрған жоқ. Биылғы жыл біз қанша алып үлгереміз, сол алып жүрсек соған жараймыз. Ала алмай жатырмыз биыл. Уақытында алыңдар деп біз әр үйге кіріп жалынған болсақ, осыны біледі ғой. Бәріне кіріп жалынды. Осында барлық азаматтарға айттық. Ауданымызға 2,5%, ешкім сенген жоқ. 2,5% деген пайыз болмайтын шығар. 6%, 8% болатын еді, 17%, 24% деген болатын еді. 2,5%-дан алып келдіңіз. Сонда біздегі азаматтар алынды. 600-ге жуық адам алды. 600-ге жуық азаматтар алды, солар қолданды. Біздегі тұрғындар, біздің ауданымыздың шаруалары соны алған. Биыл кооператив төрағаларына берді, жыл басынан берді. Енді 1 маусымнан бастап біраз мынау жобаға енгізілген ауылдық округтеріміз бар. Бізде Абай, Алпамыс Батыр, Ұшқын, Бірлесу. Соларды қаржыландыру бойынша қазір жұмыстар жүріп жатыр облыста. Соған айырмастан соның арқасынан жүгіріп ертең 1 маусымға дейін және 1 маусымның кейінгі бір 15 күннің ішінде соған әрекет жасап қалайық. Біздің осы Абайдағы тұрғындарды, соны құжат тапсырғандарды тағы да соны ұйымдастырып отырып барып алып келуге мен шақырамын. Егер де менің қатысуым қажет болатын болса, есептік кездесу өтеді, шегірткелер өтеді. Кейін мен өзіме Түркістанға әр күні сіздермен бірге барып келуге мен өзімде дайынмын. Ол екінші несие мәселесі бойынша. Өзіміз тарап келіп жатқан жоқ, сондықтан біз де сұраушымыз, сұраншы арқылы сіздерді қолдауға, хаттарды беруге, сіздердің қасыңызда жүруге біз де дайындаймыз. Үшінші мәселеміз Кадастр. Кадастр мәселесі. Енді кадастр мәселесі, ондағы жұмыс жасап жатқан кадастрды оларға адвокат болып, болмаса олар қорғамай қояйын, бірақ дегенмен де кадастрға қандай жұмыс тапсырыс берсеңіз, соны жасайды. Олардың бір не жері тегін жасамайды. Жоқ, ол дұрыс. Қазір тұратыңыз еді, сіздердің комментарий есебінде көбейіп кетеді сөздің өзі. Негізгі құжаттандыру мәселесі бойынша біз оны келгенмен мен өзімде көтеріп келе жатырмын. Үйлерінде барлық жаңағыдай кеңеске
коммерциялық нысандардың барлығын, коммерцияға жатпайтын шаруашылық нысандардың барлығын құжаттандыру бойынша тапсырманы ұдайы беріп келе жатырмыз. Хаттамалық тапсырмамен де беріп жатырмын. Ертең мынау осы кездесу біткеннен кейін мынау 10 күннің ішінде шегірткенің мәселесі де бітеді. Содан кейін барып тағы да ауылдық әкімдерді тағы да шақырып, инвестиция тарту, біздің мынау салық көлемін ұлғайту бізге жинау бойынша. Ол қайдан келеді? Тіркелген объектілерден төленетін салық соған байланысты келеді. Соның санын көбейтуге байланысты тағы да ауыл әкімдеріне нақты меже қойып жұмыс жасаймыз деп отырмыз. Оның ішінде кадастр қазір қасымызда тұр. Негізгі мәселесі енді олардың өзінің жазып берген сметасына біздің кадастрға сұраныс беріп, қатты көтеріп, бағасы көтеріп емес, бірақ дегенмен де қажетті объекттердің нақты тізімін көрсетіп берсеңіз, соларды сапарымызды істеп шықсақ. Енді арғы сұрағыңызды тез қойыңыздар. Тез қояйын. Мен айтайын деп тұрған мынандай болып жатыр. Бұл мәселе шешіп алайық қоя тұрып. Айналай тек өзі. Мынандайда осы мәселемен ашылып кетсем, кадастрда тұр. Мынау мынандайда әзір не деген бар? Инспекция деген бар. Мысалы, ана малды не жасау керек? Пленойға өткізу керек. Оған да сол құжаты керек. Документ, жер ненің қораның құжаты болу керек. Олар оны жасай алмай жатыр. Бордақылауға да сондай керек, субсидия алуға да керек. Осының барлығы шоғырланып келгенде қораның жеріменен қораның өзі заңдашу керек. Заңдаспаса болмайды. Мен сізге бір жауап айтайын. Бізде бос жатқан, иесіз жатқан қора жоқ. Бәрінің иесі бар. Иесі бар ғой. Құжаты жоқ. Жері жоқ десеңіз. Жері жоқ. Жоқ. Сондықтан жаңағы оны ары қарай құжаттандыру мәселесі болатын болса, арнайы жиналыс жасайық. Бізде мақсат тұрдық. Шаруаларды шақыру керек бар деді. Соны айтып отырмын. Мен сөз қойып шаруаларды шақырып, тізім бойынша осында шақырып, осында арнайы жиналыс жасасында, кадастр шақырып, жер қатынастарын шақырсын. Одан кейін тағы да ветеринар керек па? Ветеринарды шақырып, сүзекті осы жерде сол мәселе бойынша арнайы жиналыспен шешім қабылдап, арнайы жылжытуға ықпал жасайтын болайық. Так, Ақсағалия. Жаңа мектеп ереже болған білдеді ғой. Енді өтінішім, мектеп басталған білесіз қай кезде, ноябрьде ашылды. Сол кезде ашылмай тұрып біз өтініш тастағанбыз. Нағали жақсы біледі, жолап. Енді біз қазір бүгін кеше бірақ авария болып жатыр ғой. Неше авария болды, түсіріп алдық. А енді 80-мен жүреді. Біздің қайшын жолауын тыңдамайды. Бір знагіміз жоқ, қойдырамады. Ерғайлыға ұсыныспен түстік, ол гаиге тапсырды. Міне осы күн кешен әлі бір знак, бір не істеген жоқ. А бізден өтсеңіз, ары қарай қойып тастағанға пеш жоқ. Әр 100 метрді қамына іші бар, толы бар. Енді біз қалай балаларды өткіземіз? Сіз жаңа айттыңыз 300 орын емес, 498 орын, 500 орындық мектеп. 5 айда біткен мектеп. Сыботканы дұрыс бермеген. Жақсы. Енді осыны, енді біз қабылдар еді, аста кетер еді. Білесіз, қаржыға ілінбеген екен, тоқтаттық мұғалімдерді, оқушыларды. Енді бізге керегі жолақ. Бізді апайларымызды өзімізді тыңдамайды, өзіміз тұрамыз. Анаға бейтеміз, боқтап кетеді. Енді соған қалай істейміз жолақ? Жоқ қой, жоқ. Оқушы мына бетенде ағылып келіп жатыр. Ол сырттан да, мына абай кеше құрылыстан да жаяу келіп жатыр. Участковый жекемен бәрі жекемесін қарамайды. Арт жағыңызда отыр, каз. Абай алып, елді мекен ішінде ба, да? Ол маңызы бар жол, бұл жерге. Ол ұзын бергенбіз. Хат дайындады. Содан кейін қандай жол белгілері жетпейді, соның бәрін түгелеп шығыңдар да. Ертең Патшамен мен тағы сөйлесейін. Коммуна біткен жер, лежащий көп. Жақсы. Мектеп қалына жаңағыдай жол жылдамдығына кедергі жол кедергілерін қою бойынша ұсыныс жасаңыздар. Мектеп қой, основание бар. Балабақша мен мектептің алдына қойылады. Қазір 87 оқушы болып жатыр. Жақсы. 500 орындық мектеп. Яғни 300
Bunday ана сұрақ Менде бір сұрақ, бір ұсыныс бар еді. Мен жиынның соңынша сөзіме елімді маза салды. Мен мына жалпы мына Бегман көшесі бұрынғы, қазіргі ынтымақ көшесінің бойының тұрғынымын. Сол жерде халықтан ештеңе алдым. Мына біздерде жарықтандыру мәселесі, одан кейін ана бір аяқ жол, балалар мектепке баратын жол. Сол одан кейін жаңағы лоток несі, негізгі сметасы құрылып жүйеленіп жасалынады деген жылдың басындағы жоспарға кірген болады. Бірақ уже жаз болды. Бұл енді былай ертең күз болады, ары күз болады, тағы жылдан жылға созылып кете береді. Сол мәселесі бүгінгі таңда қаншалықты жаңағыдай дәрежеде ол басталды. Пікіріңіздер конкурс жүріп жатыр. Қазір жеңімпаз мекеме анықталған кезде жұмыс басталады. Қай уақытта? Участковый конкурсы жарияланды. Бегманов ем ұстады ол. Кімде? Қазір қабылдаулар бітті, қазір құжаттарын қарау. Кеше ғана кейін Қазіргі ынтымақ бар ғой. Қазір анау өзгерістер енгізіліп жатыр, сметалық құжаттары. Сметалық құжаттарына өзгеріс біткеннен кейін мемлекеттік сатылым жарияланып, июнь айының ортасынан толық барлық қабаттардың бойынша жеңімпаздар анықталды. естідіңіз бе? Көпшілік айналайын уақыт болып қалды. Мен тұратын аймақта сол жерде сол жерден халық күннен күнге өсіп келеді. Білесіз, ары қарай бір легал округіне қарап жалғасқан. Сол жердегі балалар несінде бір мүмкіндік бар, сол жерден бір спорт алаңшасы не жасалмаса, балалардың арасында текетірес мен өзім жастармен жұмыс жасаймын. Жалпы сол мектептің атқару комитеті төрағасы. Көп жерде түнгі мезгілдерде балалар мына орталық қазір ардагер алияс құрған орталық парк сол жаққа дейін келеді. Түнгі мезгілден бала ғой, алда мектепте демалыс болғанда балалар ұстап отыру қиын. Сол кезде мына жаққа келген кезде осы жақта орталықта балалар енді кейде арада танымайтын болғанда бір-бірімен осындай әртүрлі түнгі мезгілде ұрыс керісінен соған осы жақта мүмкіндік болса сіздердің қолдауларыңызбен бір жақсы спорт алаңшасы соғылу керек ақ деп бір ұсыныс айтқым келеді. Бәрекелді айналайын. Осындай мәселе қолға алынып Жетінші мектептің біткен жеріндегі анау кәдімгі трапециялық участок бар. Сол жерде жоспарланған. Қаражат бойынша сол жерде айтып отыр. Сол жердің ортасынан арығы бар, басқасы бар. Тегістеп, ол жерді жасаймыз деп биыл жоспарлап отырмыз. Былтыр алдыңғы жыл жаса деп айтты, мен дегенмен де мынау. Өзіңіздің көз қырыңызда болса екен, өтініш қойын халықтың атына, сол жердегі ағалардың атына кешеде осы жиналыс болып мектепте осы мәселеде біраз біз не болған. Соның бір назарда Ал енді жалпы болса мақұл енді мынау Жәнібек Есенұлы, Ерғалик Тастемірұлы кешірім сұраймын. Хабарланды Армысыздар, Абай ауылының тұрғындары, құрметті әріптестер. Мен ауданның мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы болып, Шерхан Уәлихан. Енді аудан әкімінің есебіне келіп отырмыз. Былтырда округтердің бәрінде аралап жүрдік, биылда өтіп жатырмыз, қазір Абай ауылында өтіп жатыр. Өздерінің сұрақ қойып жатқан мәселелердің бәрі барлық мәселені естіп жатырмыз, соңында қаржыға келіп тірелді. Сол қаржыны, мысалы, әкімде айтып отырған, қайдан жеткіземіз? Сол мәселелер свет, су, газ, соның бәрін жеткізу үшін бізде ауданның әлеуметтік экономикасын көтеру мақсатында қаржыландыру мақсатында жұмыс жасап жатырмыз. Соны ауыл тұрғындарына бәріне бір хабарландыру айтсын деймін, өтініш жасаймын. Өйткені бізде енді орыстарда айтады, добросовестный налогоплательщик бар, недобросовестный. Сол себепті мына өкіметтен, бюджеттен қаржыландырып жатқан кәсіпкерлер де бар, субсидия алып жатқан бар, басқа бар, балабақшалар бар. Солардың бәрі кейде табыстарын жасырып, нөлмен тапсырады. Сол себепті бюджетке ақша түспейді, әлеуметтік аударымдар түспейді. Мысалы, арамызда пособие алатындар бар, инвалидтер бар. Сол тұрғыда бәрі түсінсін деп айтып отырмын. Енді халыққа сіздерге айтамын, ол біздің жалғыз салық органының жұмысы емес. Біз как потребитель, азамат, мемлекеттік қызметкер болайық. Бәріміз осы күнделікті товар аламыз, күнделікті киім аламыз. В общем, барлық магазинде, кафеде, тамақ ішеді. Сол себепті көп кәсіпкерлердің кассалық аппараттары тіркелмеген. Кассалық аппарат тіркелген күндерде біз халық талап етпейміз. Сіздерден сұранарым, осы әрбір
күнделікті продукт алған кезде, товар алған кезде кассалық чек талап етсеңіздер, халық болып, сол кезде ол кассовый аппараттан өткен выручка, доход, ол налог төленбейді. Ал егер ол кассовый аппараттан өтпесе, ол нөлдік көрсеткішпен декларациясын тапсырып отырады. Ол енді біреуге обидно ғой да, мысалы, біреу табысын көрсетеді, біреу табысын көрсетпейді. Ал енді табыс тапқаннан кейін барлық азамат міндеттіміз салық төлеуге. Бәрімізді айлығымыздан төлеп отырмыз. Сол себепті сіздерден сұранарым, даже біздің мемлекеттік қызметкерлер бәріміз машинамен жүрміз, заправкаға барғанда заправка жасаймыз да кете береміз. Бірақ чек талап етпейміз. Чтобы сол төлеген ақшамыздан салық түсін ауданның бюджетіне десеңіздер, бәрімізден осы өтініш жасар едім, чек талап етуге. Сол тұрғыда бізде жыл сайын акция өтеді. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитетінің 35-26 санды хаты бойынша Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитеті кассалық тәртіпті сақтау және көлеңкелі экономиканы азайту мақсатында мемлекеттік саясатты іске асыру шеңберінде чекті талап ет, жүлде ұтып ал және бәйге акциялары өтетіндігін хабарлайды. Ол жыл сайын өтіп жатқан жағдай. Соны енді сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Чек талап ет, жүлде ұтып ал акциясы азаматтар сатып алу немесе ақылы қызметтерді пайдалану барысында чектер алып, ақшалай және басқа да бағалы сыйлықтарды ұтып алу мүмкіндігіне ие болады. Акция Қазақстан Республикасының барлық аумағында 25 жылғы 1 мамырдан 31 желтоқсанға дейін өткізіледі. Екінші, бәйге акциясы. Аталған акция аясында белгіленген мерзім ішінде ең көп фискалдық чектерді тіркеген жеке тұлғаларға 100 000 теңге көлемінде ақшалай сыйлық беріледі. Акция республика көлемінде 25 жылға атап өткенде 1 мамырдан 31 желтоқсанға дейін өтеді. Әр тоқсанның қорытындысы бойынша әрбір өңірден барлығы 20 жеңімпаз әр облыс, республика, аудан көлемінде ең көп чек тіркеген азаматтар 100 000 теңге сыйақымен марапатталады. Сол себепті сіздерден сұранарым, аталған акцияға қатысу үшін тауар, жұмыстар және қызметтер үшін төлем жүргізілген чектерді Амиян мобильдік қосымша арқылы тіркеу қажет. Енді сіздердің сұранарым бәріміз чек талап етсек, соның бәрі ауданның бюджетіне түседі. Рахмет. Рахметімізді айтайық мына басшыларға. Мына биылғы істегендің жемісін халық ел болып көрейік. Ары қарай жалғаса берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Барлығыңыздың семьяларыңызға бақыт тілеймін, тірліктеріңізге табыс тілеймін. Аллаху акбар.